Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабаққа сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Өтілетін сабақтың тақырыбы табиғи көмірсутектердің қорлары. Өтілетін сабақтың мақсаты осы табиғи қорлары жөнінде тас көмір, мұнай, газ өнімдерінен алынатын өнімдер және алынатын орындар жайлы мағлұматтар беру. Көмірсутектердің табиғатта кездесуі, көмірсутектің табиғи қорлары, табиғи газдар және мұнайға серік газдар, мұнай және тас көмір. Табиғатта кездесуі және құрамы. Біздің ғаламшардағы табиғи газдың қоры өте көп. Табиғи газдың негізгі құрам бөлігі метан, сонымен бірге онда этан, пропан, бутан да бар. Мынадай заңдылық бар: егер көмірсутектің молекулалық массасы неғұрлым үлкен болса, онда ол соғұрлым табиғи газда аз болады. Табиғи газ қорына ең бай елдер Қазақстан, Ресей, Иран, Ирак, Кувейт, Сауд Аравиясы және Катар. Табиғи газды сұғу арқылы пропан мен бутан қоспасын алуға болады. Табиғи газ фракцияларға бөлінеді. Бірінші, құрғақ газ, метан, этан қоспасы химиялық шикізат есебінде қолданылады. Оны крекингілеу арқылы күйе, сутек, еріткіштер алады. Пропан, бутан қоспасын дегидрлеу арқылы химиялық бензинді қанықпаған көмірсутектер алады. Қазақстандағы табиғи газ кен орындары: Қарашығанақ кен орны, Жетібай кен орны, Қаламқас кен орны. Табиғи газ құрамы: этан, пропан, метан. Өнеркәсіпте табиғи газдан алынатын заттар: күйе, сутек, этилен, ацетилен, резеңке және галогені туындылары алынады. Табиғи газ экологиялық отын және химиялық шикізат ретінде қолданылады. Галоген туындыларынан жасалатын заттар: этил спиртін, синтетикалық көксағыз, пластмасса, талшықтар, бояулар, дәрі-дәрмектерді аламыз. Табиғи газдан алынатын заттар: галоген туындылары, пластмассалар, тоңазытқыш заттары, ацетиленнен бояулар, жасанды талшық, дәрі-дәрмек, синтезді газден аммиак, метанол, еріткіш заттар, күйеден электрод, отын, жағу және жағатын заттар және сутек заттары алынады. Мұнайға серік газдар мұнайдың астыңғы қабатында немесе онда қысыммен еріген күйде болады. Мұнайға серік газдардың ештеңеге қолданбай жағып жіберетін еді, ал қазіргі уақытта арзан отын химия өндірісінің бағалы шикізатына айналды. Табиғи газға қарағанда серік газдар метан мөлшері аз, бірақ оның гамалықтарының мөлшері көп. Серік газдарды тәжірибелік мақсатта былай жіктейді: бензин газы, пропан, бутан фракциясы, құрғақ газдар. Тас көмір Қазақстанның энергетикалық ресурстарының негізгі түрі. Республиканың отын балансының оның ара салмағы 70%-ға дейін жетті. Мұнай мен газ көмірге қарағанда жану жылуы жоғары, отын әрі химиялық өнеркәсіп үшін бағалы шикізат. Қазақстанда алғаш рет мұнай бірінші рет дүниежүзілік соғысы кезінде Ембі және Мақатта өндірілді. Қазіргі кезде Қазақстанда 160-тай мұнай кен орны жұмыс істейді. Мұнайды өңдеу арқылы алынатын заттар: бензин, сутегі, метан, этилен, этиленгликол, синтетикалық каучуктар, ароматты көмірсутектер, еріткіштер, жарылғыш заттар, ароматты көмірсутектер мен және дәрілер. Экологиялық ахуал: мұнай қалдықтарын қорек ретінде пайдаланып, зиянсыз өнімдерге айналдыратын бактериялар бар екендігі анықталды. Соларды мұнайды өндіру, тасымалдау, өңдеумен байланысты туындайтын ластанулар кезінде пайдалану арқылы қоршаған ортаны экологиялық тұрғыдан қауіпсіз етіп қорғау мүмкіндігі қарастырылды. Үйге берілетін тапсырма: көмірсутектердің табиғи көздері, мұнайдың құрамына кіретін қандай заттарды білесің, табиғи газдың құрамы қандай, табиғи газға мұнайға серік газдар қандай айырмашылықтары бар, Қазақстандағы ірі газ, мұнай, тас көмір кен орындары туралы не білесіңдер?
сұрақтарға жауап жазу және табиғи газ бен мұнайдың әлем кеңістігінде алатын орны жайында шағын эссе жазу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.